Айгүл Алпысовна, бүгін сіздермен бірге мен де түрлі қобалжып тұрмын. Өйткені мен үлкен немерем. Сіздерде үлкен мерекелерде болып жатыр қоштасу. Өте жақсы өтті. Өте мінекей басшыларыңызға сізге Айгүл Алпысовна мыңда бір рахмет. Еңбегіңіз жана берсін, семьяда бақытты болыңыз. Осылай бала-шағаларыңыздың, балаларыңыздың, бүлдіршіндеріңіздің жемісін көре беріңіз. Еңбегіңіз жансын. Әрқашан осы балалар ертең өсіп, өліп, үлкен өмірге шыққан кезде сіздің еңбегіңізді бағалап, алдыңызға келіп, міне Айгүл Алпысовна бізді тәрбиелеген, өмірге ұшырып жіберген деп есімдеріне алып, алғысын айтып, мінекей әрқашанда естерінде болсын. Балалар жақсы тәрбие алды деп ойлаймын. Балалар өте жақсы көреді біздің тәрбиешімізді. Садикқа барар кезде мен өзімнің немерем арқылы білем. Айгүл Алпысовна бүгін садикте, ол сені күтіп отыр десең, төсектен ат түрегеліп садикқа қарай жүгіретін. Сондықтан да осы кісінің адамгершілігі, балаларға деген сүйіспеншілігі, балалар деген жақсы көретіндігін сразу бірден білуге болады. Потому что балалар садикке қарай жүгіретін, Айгүл Алпысовнаға барам деп. Мінекей еңбегіңіз жанып, балаларыңыз мінекей ұшып отыр ұядан. Сондықтан да сіздің өміріңізге үлкен жақсылық әкеледі деп ойлаймын. Ертең осы балалардың сіздерге жегізеді еңбегін. Әрқашанда алдыңыздан шығады бәрі жақсылығыңыз. Ал үлкен басшылыққа рахмет. Мынандай жақсы бізге кеш ұйымдастырып отырғандарыңызға, ата-аналарға рахмет. Қаншама күннен бері жүгіріп, мінекей өз қолдарынан келгендерін көрсетіп отыр көмектерін. Сондықтан да барлықтарыңызға армандарыңыз орындалып болсын, балаларыңыз бақытты болсын, ауырмасын. Осылай мектебіңізге барып жақсы білім алып, не сіздердің еңбек істеріңізді арттыра берсін.